Сәлеметсіздер ме балалар? Математика 1 сынып 13 сабақ. 13 сабақ 6 санының құрамы. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырма суретке қара, заттарды сана дейді. Ал балалар, суретке қараймыз. Тақтадағы заттарға мән береміз. Енді астына қараңдар, заттардың санын салыстырайық дейді. Үш бұрышты, ақ үш бұрышты тақтада нешеу көрсетілген балалар? 2, ал қызғылт үш бұрышты 4 көрсетілген. Енді осы үш бұрыштарды салыстырамыз балалар. 2 ақ үш бұрышты және 4 қызғылт үш бұрышты. Яғни 2 4-тен кем. Келесі шаршыны қараймыз. 3 сары шаршы көрсетілген және 3 көк шаршы көрсетілген екен. Яғни екеуінің де саны 3-те 3. Бұл екеуі балалар тең болады. Келесі енді балалар қараймыз. Келесі ол партада көрсетіліп тұр. Яғни ол пирамида. Пирамида, жасыл пирамида 4, қызыл пирамида 2 көрсетілген. Яғни 4 пен 2-ні салыстырамыз. 4 артық 2-ден болады. Келесі көп бұрыш, тақтада көрсетілген көп бұрыш. Көп бұрыш бізде 5 екен. Қызғылт көп бұрыш 5, бір сары көп бұрыш. Яғни 5 пен 1-ді салыстырамыз. 5 артық 1-ден болады. Келесі дөңгелек столдың үстінде тұр. Ол да 3 қанық көк және 3 көк. Бұлар тең болады. Келесі бізге балалар отыратын партадан 6 көрсетілген және тақта 1. Екеуін салыстырамыз. 6 мен 1-ді салыстырғанда 6 артық 1-ден болады. Екінші тапсырма балалар 6 санының құрамын айт дейді. Яғни балалар 6 санының үйшігінде қандай сандар тұратынына назар аударайық. Бірінші 6 қызыл түсті, 1 көк түсті. Екеуінің қосындысы 6-ны береді. Келесі 4 қызыл түсті, 2 көк түсті. Яғни 4 қосылған 2 тең болады 6. Келесі 3 қызыл түсті, 3 көк түсті. Яғни 3-ке 3-ті қосқанда 6 болады. Келесі 2 қосылған 4, яғни 2 қызыл түсті, 4 көк түсті. Қосындысы 6-ны береді. Келесі 1 қызыл түсті, 6 көк түсті. 1 қосылған 5 тең болады 6. Яғни балалар бұлар 6-ның үйшігінде тұратын сандар болып есептелінеді. Осылардың қосындысы 6-ны көрсетеді. Түсінікті болды ма балалар? Келесі 3-ші тапсырма бос орындарға тиісті сандарды ата және жаз дейді. Ал балалар қараймыз бос орындарға. 3 қосылған белгісіз тең 6 дейді. Енді қараймыз. 3 дегеніміз бұл қызыл түсті 3. Және көк түстіден одан да 3 болады. 3-ке 3-ті қосқанда балалар 6 болады. Келесі 6-дан 3-ті азайтқанда тең болады 3. Яғни қосындыны бірінші шығарып аламыз, содан кейін оны азайтып тексеріп көреміз. Келесі 4 қосылған дейді. 4 қызыл түсті және 2 көк түсті. 4-ке 2-ні қосамыз балалар 6 болады. Яғни мына жерде орын алмастырып жазамыз. 2 қосылған 4 тең болады 6. Яғни 6-дан 2-ні азайтамыз, тең болады 4. Одан соң 6-дан 4-ті азайтамыз, тең болады 2. Осылай шығарамыз. Келесі 5 қызыл түсті, 1 көк түсті. 5 қосылған 1 тең болады 6. Келесі орын алмастырып жазамыз. 1 қосылған 5 тең болады 6. Балалар қосындылардың, яғни сандардың орнын ауыстырғанда қосындының мәні өзгермейді. Енді 6-дан 1-ді азайтамыз, тең болады 5. 6-дан 5-ті азайтамыз, тең болады 1. Өте оңай, балалар. Келесі есепті шығар дейді. 6 қарындашты 3 стаканға бөліп салды дейді. Егер стакандардың біреуінде 2 қарындаш болса, онда қалған 2 стаканда неше қарындаштан болуы мүмкін? Ал балалар, бұндай есепті біз алдыңғы сабақтарда да шығарғанбыз. Қараймыз енді 6 болу үшін 3-еуіне қалай салуға болады. Бірінші стаканда 2 бар.
келесіне екінші стаканға біреу саламыз, үшінші стаканға үшеу салсақ болады. Сол кезде бәрінің қосындысы 6 болады, яғни 6 қарындаш болады. Келесі 2 қосылған 2 қосылған 2, яғни үшеуіне де бірдей етіп екеуден салсақ, оның қосындысы 6 болады. Келесі біреуіне 2 қарындаш салынған, екіншісіне 3 қарындаш, үшіншісіне 1 қарындаш. Сонда барлығы 6 болады. Балалар, сабақ түсінікті болды ма? Сабақ түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.